Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге зачет тапсыруды көрсететін боламын. Яғни зачет дегеніміз, сіз мысалға өзіңіздің ИП налогыңызға төледіңіз, бірақ оны сен басқа КБК-ға салып жібердіңіз, соның орнын ауыстыратынды көрсететін боламын. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Енді бұл жерде ең алдымен сіздер лицевой счетқа кіресіздер. Сосын осы жердегі вопрос сальдо else дегенді басып, обновить страницу дейсіздер де, бүгінгі датамен обновление болу керек. Сосын сіздер қай ақшаны қай жерге аударып жатырсыздар, соны көресіздер. Мысалға, мына жерде менде 101 деген жерге 30 000 теңге түсіп кеткен, қателесіп салып жіберген. Бірақ бұл 101-202-ге түсу керек. Мен осы екеуінің орнын ауыстыратын боламын. 104-101-дегі ақшаны 101-202-ге аудару керекпін мен. Соны қалай жасайтынымызды көрсететін боламын. Тағы бір айта кететін жайт, бұл жерде біз тек қана налогтарды қана ауыстыра аламыз. Енді әлеуметтік төлемдер, пенсионка, медстраховка, ОПВР, социальное отчисление, бұларды сіздер зачет жасай алмайсыздар. Тек қана осы налогтарды ғана зачет істей аласыздар. Енді сіздер зачет істеу үшін налоговый бөліміне барасыздар. Міне осы жерде зачет и возврат деген болады. Сол жердегі біріншісіндегі зачет деген жерге басасыздар. Сіздерде осылай басты бет шығады. Бірінші, екінші, үшінші разделде өздеріңіздің даныларыңыз шығып тұрады. Енді бұл жерде төртінші разделді белгілейсіздер осы жердегі. Енді ошибочная уплаченная сумма деген Б пунктын таңдайсыздар. Қате түсіп кеткен. Енді сіздер 5-ге барасыздар. 5-де возврат и зачет деп тұрады. Сіздер зачет істеп жатқандықтан зачет таңдайсыздар. Егер де ақшаларыңызды қайтаратын болсаңыздар, возвратты таңдайсыздар. Возврат қайтару ақшасы менде видеоларымның арасында бар. Енді бұл 6-шы разделде біз толтырамыз. А пунктын таңдаймыз. Егер де сіздерде ана жақта лицевой счеттарыңызда қарыз шығып тұрған болса, соны зачет істейтін болсаңыздар, А пунктын таңдайсыздар. Егер де сіздер қарыз жоқ болып зачет жасап жатқан болсаңыздар, Б пунктын таңдайсыздар. Болды, осы жерде бірінші страницада тек қана осыны толтырасыздар. Келесіде екінші страницаға барасыздар. Біз толтырамыз номер, КБК номерді толтырамыз және қанша теңгені зачет жасап жатырсыздар, соны толтырасыздар. Оны сіздер лицевой счетқа барасыздар. Осы жерде міне осы ақшаны сіздер мына 104-101-дегі ақшаны 30 000 теңгені зачет жасап жатырсыздар. Енді сол жердегі КБК номерді осы жерге жазамыз, 104-101 деп жазамыз. Міне шықты. На имеющий деп, налог деп. Енді осыны таңдайсыздар, выбрать деп таңдайсыздар. Енді сумма деген жерге қанша теңгені сіздер зачет жасап жатырсыздар. Міне осы жердегі түскен ақшаны біз мына жерге жазып жатырмыз. Сумма платежа деген жерге 30 000 теңгені зачет жасауға жіберіп жатырық. Сіздер бұл жерге қай жақтан ақшаны алып, қай жаққа жіберіп жатырсыздар. Алып жатқан жеріңіздегі сумманы, КБК номерді осы жерге жазасыздар. Келесі 4-ші приложениенің бірінші страницасына кірген кезде сіздер код орган государственных доходов деген жерге жазасыздар. Міне 104-101 деген КБК-дағы УГД қай ауданға түскен, соның ауданның УГД номерін аласыздар. Міне осы жерде жазылы тұр. Міне 58-18 деп жазылы тұр. Мен соны на жаққа поиск здание деген жерге жазамын. Міне ауданымыз шықты, соны выбрать деп таңдаймын. Енді келесіде 4-ші приложениенің екінші страницасына барасыздар. Бұл жерде сіздер бинді таңдайсыздар. Бинді қайдан аласыздар? Оны да листовой счеттан көресіздер. Міне бин 58-18-01 деп жазылы тұр. Осыны аласыздар. Міне сіздер ақшаны қай жерде жатыр, сол жердің бин аппаратын жазасыздар қазір осы жерге. Міне поискті басасыздар, выбрать деп таңдайсыздар бин аппаратын. Егер де сіздерде қызыл шығып жатса, тағы бір рет осы жерге найтиді бас жересіздер. Сол кезде выбрать деп таңдайсыздар. Сол кезде міне жасыл болады. Екі рет таңдаған кезде қызыл болып, ошибка болып шығып жатса, екі рет таңдап жібересіздер. Одан кейінгі
приложение 6-дағы бірінші страницаға барасыздар. Енді бұл жерде сіздер жаңағы ақшаны алдыңыздар, иә? Оны енді осы қай жаққа жібересіздер, осы жерге жазасыздар. Біз 104-101-ден 101-102-ге жібереміз. Налогқа жібереміз. Бұл налогты басқа жаққа төлеп қойған, сондықтан біз ИПН налогты жіберетін боламыз. Қай жаққа ақшаны жіберіп жатырса, сол жерден несін жазасыздар, және сумасын қанша теңге жібересіздер, соны жазасыздар. Екінші страницада біз угуды номерді белгілейміз, қай ауданға түсу керек бұл ақша. Соны ауданды белгілейсіздер осы жерге. Оны жаңа листовой счеттан көріп алдыңыздар, иә? Қалаларыңызды еді угудын жазып выбрать деп таңдайсыздар да, сол кезде осылай бин аппараттары шығып береді. Сосын болды, ештеңе толтырмайсыздар ары қарай. Проверить заполнение дейсіздер. Ошибка жоқ, окейді таңдайсыздар. Отправить угуды деп, ЭЦП ключтарыңызды таңдап, парольдарыңызды жазып, окейді басып, одан кейін выбрать деп таңдап, осылай зачетқа жіберсеңіздер болады. Ары қарай жіберген заявлениеңізді налоговый заявление бөліміне барасыздар. Сол жерде найдиді басасыздар. Осы жерде сіздердің жіберген заявлениелеріңіз сол жерде шығып тұрады. 3 жұмыс күнінде зачеттарыңыз қайтуы керек. Жіберіп болған соң, міне статусты көресіздер. Обработано болып тұр. Заявление успешно отправлено деп тұрады осылай. Енді 3 күнде сіздердің зачет ақшаларыңыз қайтады. Жаңағы листовой счетқа кіресіздер, запросить сальдо else дейсіздер, сосын обновить страницу дейсіздер. Осы жерде міне бүгінгі күнгі датамен обновление болу керек. Сосын мына жердегі ақшаларыңыз аударып жатқан ауданға, КБК-ға түсуі керек. Міне бізде 30 000 теңге жоғарыдағы 101-202 налогқа түсуі қажет.